Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге пекинский капустадан ащы салаттың рецептісін көрсететін боламын. Ең күшті салат, кимчи салатын жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Үй ішіндегі әсіресе барлық жігіттерге ұнайтын салаттардың түрі. Ол үшін пекинский капуста алып аламыз. Мендегі пекинский капуста 2 килограммдық. Осы капустамыздың сыртын жуып аламыз және керек емесіне төмендегі бөлігін алып тастаймыз. Кейбір қыздар капустаны 4-ке бөліп салып дайындап жатады. Мен барлығын жеке-жеке бөліп алдым, себебі тұзы жақсы сіңуі үшін және ертерек дайын болуы үшін. Барлығын осылай салып аламыз ыдысымызға. Алюминий кастрюльға пайдаланып жасауға болмайды. Үстіне 4 ас қасық толтырып тұзымызды саламыз және қайнаған су құямыз. 3 литрдей қайнаған су құямыз. Біздің капустамыз осы судың ішіне батып тұруы керек. Оны батыру үшін үстіне тәрелкені қоямыз және жаңағы 2 литрлік банкамызға үстіне су құйып, осы тәрелкеміздің үстіне қойып қоямыз. Яғни біздің капустамыз судың астында тұрады. Осылай салқын жерге, балконға шығарып қоясыздар және 3 күннен кейін пайдаланасыздар. 2 күннен кейін пайдалансаңыздар да болады. Және 2 ожау суын алып қаламыз. Қалған суының барлығын төгіп тастаймыз. Мінекей біздің капусталарымыз уже жұмсарды, икемге келіп тұр. Мінекей көрдіңіздер ме? Сынып қалмайды. Тұзының барлығын өзінің бойына жинады. Артық суының барлығын төгіп тастадық. Енді менде мынадай дайын ащы капустаға арналған соус бар. Менің YouTube каналымда осының рецептісі бар. Сіздер де жасап қойыңыздар. 2 килограмм болгарский перецпен осын жасап қойсаңыздар, сіздер 2 жылға дейін морозильникте сақтай аласыздар. Кез келген уақытта капустаны жасай бересіздер. Оны тек капустаға ғана емес, сонымен қатар жай өзін күнделікті тағамға қосып пайдаланып жесеңіздер де болады. Барлығын осының ішіне саламыз. Өзіңіздің көз мөлшеріңізбен капустаңыздың көлеміне қарата саласыздар. Мінекей көрдіңіздер ме қыздар, мен ішіне су құйған жоқпын. Жаңағы мен 2 ожау суды алып қалдым, бірақ мен оны пайдаланған жоқпын. Себебі жаңағы капустаны төккен кезде мен капусталарды сыққан жоқпын. Сол үшін өзінің суы қалды сол кастрюльдің ішінде. Мен тек соусты ғана құйдым. Сіздердің капусталарыңыз құрғақ болып қалмауы керек. Мінекей барлығын араластырып болдық. Енді пышақтың көмегімен жеуге ыңғайлы болу үшін осылай бөліктерге бөліп аласыз. Сосын оны арнайы банкаға саласыз. Банкаға салғаннан кейін оны холодильникке жібересіз. Ол өзі онсыз да банкада тұрғаннан кейін тұзы сіңіп, жаңағы соустың дәмі кіріп, салатыңыз вообще күшті болып тұратын болады. Банкаға салдық. Енді оның үстіне согын құямыз. Мінекей суын құйып аламыз. Сіздердің капусталарыңыз құрғақ болмауы керек, кеуіп кетпеуі керек. Мінекей осылай холодильникке салып, әрі қарата сақтап жей берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ал егер де